Баяғы ыңырсу одан сайын күшейген. Оған еркектің ырсылы қосылды. Ақыры бір мезет екеуі де үнсіз қалды. Одан әрі шөлпілдесіп сүйісе бастады. Бәрі түсінікті болды. Бұл үйінен шыға салысымен әйел көңілдесін шақырып алған. Көшкінбайдың қаны басына шапты. Енді еш нәрсеге есеп бермейтіндей халде еді. Бөлменің есігін жұлқа тартып кіріп барды. Анау екеуі тырдай жалаңаш, кең төсектің екі шетінде шалқасынан жатыр. Аймүсін жалма-жан шыңғырып жіберіп, аяқ жаққа сырылып қалған көрпені жамыла қойды. Ал анаусы қарғып тұрып, ішкиімін кимек болып еңкейе берген. Көшкінбай екі-үш аттап қасына жетіп барды да құлақ шекесінен періп келіп жіберді. Әдетте бойын тіктей бергенде кеудесінен ышқына тағырды. Анау шалқалап барып трюмоға соғылды. Адам бойындай айнаның быт шықты. Өзіне өзі келген еңгезердей еркек енді Көшкінбайға тұра ұмтылды. Мұрны қан, бұрғытып қалған қанға қарамай, мұны өшерлене соққылады. Көшкінбайдың аяғы тәлтіректей түсіп, шалқасынан құлады. Басы есіктің қырына оңбай тибесінен танып қалды. Еңгезердей жігіт жақындап келіп, орысшалап боқтап, екі бұтының арасынан бір-екі рет оңдырмайды депті де, киініп шығып кетті. Осыдан кейін қанша уақыт өткені белгісіз. Көшкінбай әрең дегенде есін жиды. Көзін ашпай тыңдаса, Аймүсін мұның басын тізесіне қойып алып сипалап жылап отыр. Ара-арасында кешір мені жаным, кешірші деп қояды. Әйелін иттің етінен жек көріп кетті ол. Басын сипаған қолында, төбесіне тамған көз жасында. Жайлап көзін ашып, орнынан тұрды да, үсті басын дүзеп, дәретханаға кіріп, беті қолын жуды. Соңынан қалмай, өлердегі сөзін айтып, ауыз тынбаған әйелін көкірегінен итеріп жіберді де, сыртқа шықты. Көз алды бұлтыраңдап, басы мың-дің болып тұр екен. Есік алдындағы сакіге біраз отырды. Орнынан тұрып, басы ауған жаққа қарай жүріп кетті. Ойынан үйдегі болған масқара жағдай шығар емес. Анау еркекке түсінікті, ұрғашы керек. Мүмкін қайда жұмсарын білмей жүрген ақшасы көп шығар. Ал Аймүсінге не жорық? Үйі басында, байы қасында, бұты құрғап жүрген жоқ. Ойы оңға, санасы санға бөлінді. Мен қай жерден қателік жібердім? Ұрып соққаным жоқ. Көлденең жүріс жасамадым. Тапқан ақшамды алақанына салдым. Қайда жұмсадың деп тексергем жоқ. Баратын жеріне барды, келетін жеріне келді. Жұмыс істе деп қинамадым. Мүмкін осының бәрі қателік болды ма? Көшкінбай сандалып жағы жүрді. Шөлдеп кеткен екен. Жан-жағына алақтай қарап, анадай жердегі дүкенге бұрылып, екі бөтелке сыра сатып алып, тығынын ашып, қайта-қайта сімірді. Енді байқады. Қарны ашқан екен. Тағы біраз жүріп, кездескен кафеден бір порция котлет алып, 200 грамм арақ ішті. Сыртқа шыққанда байқады. Түс қайтып кетіпті. Қала шетіндегі жатаған үйлердің арасында жүр екен. Екі тізесі дірілдеп, оңбай шаршап қалыпты. Шарбақтың сыртына орналасылған сәкіні көріп отыра кетті. Ойына енді бала кезінде қайтыс болып кеткен әке шешесі түсті. Егер олар аман есен болып, бұлармен бірге тұрғанда, мұндай нәрсе болмас беді. Қанша дегенмен келініне бас көз болып, ақылын айтар еді ғой. Жүрегі езіліп, тамағына тас тұрып қалғандай болды. Еріксіз көзінен жас парлады. Бір өкініш өзегін өртеді. Өлердей қорланды. Қайдағы біреу мұны аяғымен таптап, соңына барып боққа батырып кеткендей сезінді. Соның бәрі Аймүсіннен болды. Неге бағана жеке қалғанда қалғандырып өлтіре салмадым? Кенет қасындағы үйдің дарбаза есігі сықырлап ашылып, басына аққалпақ киген қағылеш шал бұған жақындады. Көшкінбай орнынан қарғып тұрып, қарияның қолынан алды. Қайдан жүрген баласың? Не іздеп жүрсің? Деп тіл қатты шал, оның бетіне бажайлап. Мен пәтер іздеп жүредім.
Ойда жоқта бұлай дегеніне өзі таңғалды. Қандай пәтер? Қанша бөлмелі? Қандай болса да мейлі, тұруға жараса болды. Бала шағаң бар ма? Жоқ, мен бір өзім. Бізде премиянка бар, 2 бөлмелі. Ішінде су, себеті, газы бар. Тек пешін жөндеу керек. Жүр, көріп ал. Қария оны аулаға ертіп кірді. 2 бөлмеден тұратын жертөленің есігін ашып, жарығын жағып, кіре берістегі раковинадағы суды ағызып көрсетті. Көшкінбай шалдың айтқан пәтер ақысымен бірден келісіп, кілтін алып қалды. Төргі бөлмедегі темір кереуеттің үстіндегі матрасқа шешінбей жата кетті. Әбден шаршап, сілесі қатқан екен, бірден ұйқыға шомды. Көшкінбай үйден шығып кеткен соң, Аймұсын күйеуімен бірге бір мекемеде істейтін ең жақын құрбысы Зүлфия мен мамасын шақырып алып, көз жасын көл қылып, болған жағдайды түгел айтып берді. Енді не істеймін деп еңіреді. Көшкін мені тастап кетеді. Құдай ақы, бұрылып та қарамайды. Мына пәтерден де қуып жібереді. Өйткені бұл служебный квартира. Ойбай, құдай-ай, қайда барам? Тоқтат, деп айқай салды мамасы. Бай кеткен қатын жалғыз сен болсаң да, мынауың кетсе, бүгін бірге болған анауың бар емес пе? Кім еді әлгінің аты? Оның аты Махмұт қой. Ол маған тіріде үйленбейді. Үйленбесе үйлендіреміз. Мен бүгін барып поликлиникадан сенің ішіңде 3 айлық бала бар деп анықтама қағазын алып беремін. Во, міне табылған ақыл деп сөзге араласты Зүлфия. Алдымен анықтаманы Көшкінге көрсету керек. Егер ол көнбесе, Махмұтқа апарасың. Ойбай-ау, сонан соң 6 ай өткенде жоқ баланы қалай тауып беремін? Оның түк қиындығы жоқ. Көшкінді қайтар алсаң, тіпті болмаса, Махмұтқа тиіп аласың. 1-2 ай өткеннен кейін выкидыш болды дейсің. Мұны айтып тұрған мамасы. Еркек бейшара қайда кетер дейсің? Бүгін кешке дейін ары кетсе, ертең ақ Көшкінбайдың қайта келетіні белгілі. Көрде тұр. Егер ертең келмесе, арғы күні мен айтқанымды істеймін. Әңгімені осымен аяқтап, мамасы мен Зүлфия қайтып кетті. Сол кеткеннен бүгін де, ертең де Көшкінбай қарасын көрсетпеді. Көшкінбай қайдағы бір ойға келмейтін жаман түс көріп шошып оянды. Шып-шып терлеп кетіпті. Ұялы телефонын алып қараса, 10 минуты кем 6 екен. Қайдан ұйықтаудың енді реті де жоқ. Сағат 9-да кадр бөлімінен жол сапары куәлігін, кассадан тиісті қаражат алып, әуежайдан Ташкенге ұшуы керек. Жаңа ғана көрген түсі кинокадрлардай көз алдынан сырғып өтті. Бұл жұмыстан шығып, үйіне қарай келе жатыр екен дейді. Алдынан көзі тұздай, қара мысық шыға келіп, әп-сәтте қабаған итке айналып, жоқ, алпамыстай қара негірге айналып, мұның жағасына жармасты. Енді болмаса, тұншықтырып тастайтындай еді. Ышқына арпалысып, қарулы негірдің уысынан шыға алмай жанталасты. Осы арада жаны қысылған ол оянып ақ кеткені. Бір сәт мына жағымсыз түс неге көрінді екен деп ойлады да, қойшы соны, түс түлкінің боғы дегенді еске алып, бәрін сырып тастамақ болды. Әйелі Аймұсын